Қайырлы күн. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы саяхат және туризм. Сабағымыздың негізгі мақсаты есімдіктерді орынды қолдану, ауызша жазбаша жұмыстарда қолдана білу. Біз бүгін сабақта есімдік дегеніміз не? Тағы да қайталап өтейік. Есімдік бұл зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына қолданатын сөз табы. Мысалы, Айгүл келді деген сөйлемнің орнына ол келді деп қолдана аламыз. Журналды оқы деп, мынаны оқы деп айта аламыз. Яғни, зат есімдердің орнына тек қана зат есім емес, сын есім, сан есімдердің орнына қолданатын сөз табы есімдік деп аталады. Сабақтың мақсатына сай бірнеше есімдіктер берілген. Осы есімдіктерге назар аударыңыз. Өздік есімдігі өз деген бір ғана сөзден тұрады. Жалпылау есімдігіне барша, бүкіл, күллі, тегіс деген есімдіктер жатады. Болымсыздық есімдігіне ештеңе, ешбір, ешкім, ешқайда, дәнеңе, дәнеме деген сияқты есімдіктер жатады. Белгісіздік есімдігі әлдекім, әрқашан, бірнеше, біраз деген есімдік түрлері жатады. Есімдіктің түрлеріне назар аударып болсаңыз, келесі тапсырмаға көшейік. Кестеде сізге сөйлем құруға байланысты бірнеше сөздер берілген. Осы сөздерді орын тәртібі арқылы дұрыс орналастырып, сөйлем құрып көріңіз. Бірінші сөйлемге таниды, әлемге, бүкіл, бурабайды. Сөздердің орын тәртібі арқылы дұрыс орналастырып, сөйлемді құраңыз. Екінші сөйлем туризмді еліміздегі дамытайық өз. Үшінші сөйлемге әрқашан бурабайда, жазда демаламын. Төртінші сөйлемге барлық пайдалы табиғаты денсаулыққа. Осы сөздерді орын тәртібі арқылы дұрыс орналастырып, сөйлем құраңыз. Тапсырманы орындап болсаңыз, жауабыңызды салыстырыңыз. Бурабайды бүкіл әлем таниды. Өз еліміздегі туризмді дамытайық. Жазда әрқашан бурабайда демаламын. Барлық табиғаты денсаулыққа пайдалы. Жауабыңызды салыстырып болсаңыз, келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Келесі тапсырмада сізге шағын мәтін берілген. Мәтінде көп нүктенің орнына қажетті есімдіктерді қоюыңыз керек. Есімдік түрлері мәтіннен кейін берілген. Барлық, ешқайда, біз, әртүрлі, біраз, бірнеше. Осы есімдіктерді мәтінді оқып отырып, көп нүктенің орнына қойып көріңіз. Мәтін мазмұнына назар аударыңыз. Келесі тапсырмада сізге мәтін мазмұнына сай сөйлемдерді жалғастыру керек. Есімдіктерді қолданып көріңіз. Тапсырманы орындап болсаңыз, жауабыңызды ықтимал жауаппен салыстырып көріңіз. Бірінші сөйлемде үйде отыра бермей, әрқашан табиғатқа шығуды әдетке айналдыр. Елімізде табиғаты сұлу біраз жерлер бар. Отбасымызбен бірге бірнеше орындарды таңдадық. Туризм әркімнің дамуына әсер етеді. Туризм жаңа дәстүрлердің кейбірімен таныстырады. Жауабыңызды салыстырып болсаңыз, келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Келесі тапсырмада бірінші бағандағы сөз тіркестеріне, екінші бағандағы қарама-қарсылы мағыналы сөз тіркестерді сәйкестендіріңіз. Тапсырманы орындап болсаңыз, дұрыс жауаппен тексеріп шығайық. Бірінші, естен кетпес демалыс, қызықсыз демалыс. Ел жерді аралау, ешқайда бармау. Үшінші, теңіз жағасы, қаланың іші. Төртінші, есте сақтау, ұмытып қалу. Бесінші, жақсы әсер алу, ештеңе ұнамау. Жауабыңызды сәйкестендіріп болсаңыз, келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Бұл жерде сізге әңгіме жазу үшін сурет және бірнеше қажетті сөздер берілген. Сабағымыздың тақырыбы туризм болғандықтан,
берілген суретті пайдалана отырып және қажетті сөздерді қолдана отырып шағын әңгіме жазып көріңіз. Әңгімеде есімдіктің түрлерін қолданыңыз. Әңгіме жазу барысында бірінші тақырыпты ойлап алыңыз. Тақырып бойынша шағын жоспар құрып көріңіз. Осы жоспарға сай суреттің мазмұнын пайдалана отырып шағын әңгіме жазып көріңіз. Сізге сәттілік тілеймін. Құрметті оқушы, сізді алдағы уақытта дидактикалық материалдағы тапсырмалар күтіп тұр. Дидактикалық материалдағы тапсырмаларды орындап, берілген нұсқаулықтағы дайын жауаптарымен немесе ықтимал жауаптарымен өзіңіздің жұмысыңызды тексеріп көріңіз. Сізге сәттілік тілеймін. Көңіл қойып тыңдағаныңызға рахмет.